Қайырлы күн баршаңызға. Бар болғаны 2 апельсин, жарты лимоннан осындай салқын дәмді компот жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 апельсинімізді морозильникке қойып қатырып аламыз. Одан кейін барлығын осылайынан қабығымен бірге турап блендердің көмегімен немесе мясорубкадан өткізетін боламыз. Бар болғаны 2 апельсиннен жасалады. Егер лимон жоқ болса, лимонный кислота пайдалансаңыздар болады. Осылай майдалап алғаннан кейін 5 литр суымызға апельсинімізді салып қайнатамыз. Үстіне құмшекерімізді салатын боламыз. Және лимонның суын сығып құятын боламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Дайын болған шырынымызды осылай сүзгіден өткізіп аламыз. Холодильникке 2-3 сағатқа қойып, салқындатып ішіңіздер. Бар болғаны 2 апельсиннен осындай 5 литр сусын шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.